өзіңіздің портфолияңызды көру үшін мына материалдар портфолио дегенді басасыз. Енді осы жерде мына сол жақ шетінде қарасаңыздар 5 бөлім тұрады, 5 пункт. Әр бөлім бойынша не салынғанын қарап шығыңыз. Міне білім сапасын қамтамасыз етуді басасыз. Мына жерде білім мониторингі тұру керек. Астында қараңыздар, 1-2 оқыту сапасы, яғни бұл жерде комиссия мүшесінің 5 сабағы тұру керек. Әр түрлі тақырыпта, мысалы 5 сабағы. 5 сабақтан кем болмауы керек. Және сабақтарыңызды байқаңыздар, мына жерде комиссия мүшесі бір күнге қоймау керек. Соған қатты мән беріңіздер. Егер де бір күнде тұрса, ол 0 балл болады. Яғни бұл критерийіңіз саналмайды, сіз аттестациядан өтпей қалуыңыз мүмкін. Осыған қатты мән беріңіздер. Енді қалған бөлімдер бойынша қарап шығыңыздар. Жетістіктер бар. Так, ар жағында 3-ші пункт. 3-те-1 сарапшы мен модераторға керек, міндетті. 3-те-2 керек, міндетті. 3-те-3 міндетті емес. Және 3-те-4 міндетті, 3-те-5 міндетті емес. Ары қарай біліктілікті арттыру курсы бар. Қосымша, егер сіз сынып жетекші болсаңыз, бұл жерге саласыз. Мәлімет болмаса салу міндетті емес. Енді басты менюге өту үшін мұны ұстаз дегенді басасыз. Осылай портфолияңызды өтініш берердің алдында қарап шығуыңыз қажет.